2 сынып қазақ тілі 79 сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақтан біз жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренеміз. 62-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрікте допты торға тоғыттық. Еп қана емес бірлікте керек екен сонықтық. Балдырған журналынан қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Біздер дер жалғау, допты т жалғау, торға ға жалғау. Алпыс үшінші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші. Тәртіпті ол қадағалайды. Әділ болуы төреші тиіс. Спорттық жарыстарда төреші болады. Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші әділ болуы тиіс. Дұрыс нұсқасы. 64-ші жаттығу. Өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, 2 аяқты жұптағын, оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созғындағы тұрмында, бірде төмен жоғары. Келтір тағы қимылға. Мұзафар Әлімбай. Антоним сөздерді табыңыз дейді. Бұл жерде антоним сөздер балалар, қарама-қарсы сөздер, яғни оң және сол, жоғары және төмен. 65-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз. Кітаптар, жалғау, аспаз, жұрнақ, спорттың, жалғау, өнерлі, жұрнақ, лі деген, футболшы, ш деген жұрнақ. Маған ертегі кітаптар ұнайды. Шығармашылық үзіліс. 66-шы жаттығу. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып, қайта оқып көр. Бұл жерде балалар болды деген сөз көп қайталанады. Соны керекті сөздер қатысты, өтті, ұйымдастырылды, болды деген сөзбен ауыстырып жазуымыз қажет. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар қатысты. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті.